Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пекин жапырағынан дайындалатын кимчи салатының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пекин жапырағымызды алып, ортасынан бөліп, 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді орам жапырақтарымызды барынша тереңдеу ыдысқа салатын боламыз. Үстінен мұздай суымыздан құйып, орам жапырақтарымыз суда толық батып тұруы қажет. Енді тұзымызды саламыз. Тұзды көптеу етіп сала бергендеріңіз дұрыс, себебі кимчидің тұзы көптеу болса, дәмі өте керемет болып шығады. Үстін міндетті түрде ауыр затпен бастырып қойыңыздар, бір аптаға салқын жерге қалдырамыз. Бір аптадан соң орам жапырақтарымыздың суын төгіп, салқын сумен бір шайып алғандарыңыз дұрыс болады. Міне біздің орам жапырақтарымыз дайын, жұмсақ болып шығу қажет. Үй жағдайында дайындалған осындай аджикадан қоссаңыздар болады. Құрамында тәтті болгар бұрышы және ащы болгар бұрышымен қызанақ пен сарымсақ қосылған. Және дүкеннің осындай бір қасық аджикасынан қосып, жақсылап араластырып, капустамызға жағып шығатын боламыз. Дайын болған ащыларымызды орам жапырақтың арасына толық жақсылап жағып шығамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осымен біздің кимчи салатымыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.